келін, мені тастап кетпе, мен тірі қалғым келеді. Түннің қақ ортасында айтылған осы әлсіз дауыс кейін бүкіл ауылдың аузынан түспейтін оқиғаның бастамасы болды. Жамбыл облысының Меркі ауданындағы шағын Қызылдала ауылында тұратын 78 жастағы Зейнеп әже жалғыз ұлы Нұрланмен және келіні Айгеріммен бірге өмір сүретін. Көпшілік енесі мен келіні күнде ұрсады деп ойлайтын. Себебі Зейнеп әже қатал мінезді, әр істен мін іздеп сөйлейтін адам еді. Ал Айгерім үндемейтін, сабырлы келін болатын. Ауыл адамдары кейде осында енемен тұру қиын шығар деп аяқ қоятын. Бірақ Айгерім ешкімге шағым айтпайтын. Үлкеннің сөзі тәрбиесі деп күлімсіреп жүретін. Сол түні аспанды қара бұлт торлап, жаңбыр шелектеп құйып тұрды. Нұрлан аудан орталығына сапармен кеткен. Үйде тек ене мен келін қалған еді. Дәл сол кезде тағдыр олардың өмірін мәңгі өзгертетін ауыр сынақты дайындап қойғанын ешкім сезген жоқ. Айгерім түн ішінде бір түрлі дыбыстан оянып кетті. Алғашында желдің гуілі шығар деп ойлаған, бірақ қайтадан әлсіз ыңырсыған дауыс естілді. Ол жүгіріп енесінің бөлмесіне кірді. Зейнеп әже төсектен жартылай құлап қалыпты. Бір қолы қимылдамайды, жүзі бозарып кеткен. «Қызым, демім, жетпей, барады», деді әзер сөйлеп. Айгерім бірден жедел жәрдемге хабарласты. Бірақ нөсер жауыннан кейін ауылға баратын көпірді су шайып кеткен екен. Дәрігерлердің жетуі мүмкін емес екенін айтты. Келіннің жүрегі дүрсілдеп кетті. Үйде уақыт өткізсе, енесінен айырылып қалатынын түсінді. Ол көрші қолаңға телефон соқты, байланыс та нашар еді. Бірнеше адам жауап бермеді. Сонда Айгерім жалғыз өзі әрекет етуге бел буды. Ол енесінің үстіне жылы көрпе жауып, алғашқы көмек көрсетіп, Алладан жәрдем сұрады. Осы сәттен бастап, оның өміріндегі ең ауыр түн басталды. Жаңбыр күшейген сайын сырттағы қараңғылық қоюлана түсті. Электр жарығы да сөніп қалды. Айгерім қолына ескі шамды алып, енесінің тамырын қайта-қайта тексеріп отырды. Телефоннан дәрігердің айтқан кеңестерін орындауға тырысты. Зейнеп әже әлсін-әлсін көзін жұмып кетеді. «Ұйықтамаңыз апа, маған қараңызшы», деп келін оның қолын қысып отырды. Бір кезде әже көзінен жас шығарып, «Мен саған көп ауыр сөз айттым. Ренжідің бе?» деді әлсіз үнмен. Айгерімнің де көзіне жас келді. «Өткенді айтпаңыз, сіз аман болсаңыз болды». Осы сөздерді естігенде Зейнеп әженің жанары жұмсарып сала берді. Сыртта жаңбыр тоқтар емес, ал үй ішінде уақытпен арпалыс басталған еді. Әр минут алтынға тең болатын. Айгерім бір сәтке де енесінің жанынан кетпеді. Таңға дейін тағы бірнеше сағат бар еді. Айгерім көрші Серік ағайды үйіне жетуді ойлады. Ол ауылдағы жалғыз жол талғамайтын көліктің иесі болатын. Жаңбыр астында беліне дейін су кешіп, қараңғыда көрші үйге қарай жүгірді. Есікті қаға бастағанда Серік ағай сыртқа шықты. «Не болды, қызым?» «Ағатай, ененің жағдайы өте ауыр, көмектесіңізші». Серік ағай көп ойланбады. «Жүр, бір амалын табамыз». Екеуі көлікпен жолға шықты. Бірақ ауыл сыртындағы көпірді су алып кеткен екен. Әрі қарай жүру мүмкін болмады. Сонда Серік ағай ауданнан трактор шақыруға кірісті. Ал Айгерім қайтадан үйіне жүгіріп келді. Зейнеп әже көзін әрең ашып, «Келдің бе? Мен сені күттім», деді. Айгерім оның қолынан ұстап, «Мен ешқайда кетпеймін апа. Біз сізді аман алып қаламыз», деді нық дауыспен. Таңғылан бере ауылға трактор жетті. Жолдың бәрі лайсаң болғандықтан Зейнеп әжені көрпеге орап, 4 адам көтеріп апарды. Айгерім енесінің басын құшағына алып, жол бойы дұға оқып отырды. Аудандық ауруханаға жеткенде дәрігерлер бірден қабылдап әкетті. Бірнеше сағат бойы есік алдында күткен Айгерімнің жүрегі аузына тығылып тұрды. Ақыры дәрігер сыртқа шықты. Егер науқас тағы жарты сағат кешіккенде, аман алып қалу өте қиын болатын еді. Алғашқы көмекті дұрыс көрсеткен адамның арқасында өмірі сақталды, деді. Айгерім үнсіз ғана көзіне жас алды. Бірнеше күннен кейін бұл хабар бүкіл Қызылдала ауылына тарады.
Кеше ғана ене мен келіннің арасы салқын деп жүрген жұрт енді осындай келін әр шаңыраққа бұйырсын, өз анасындай бағып ажалдан арашалап қалды деп ризашылықпен айта бастады. Бірақ Әйгерімнің бұл жақсылығы үшін алатын ең үлкен сыйы әлі алда еді. Ауруханадағы 4-ші күні Зейнеп әже алғаш рет көзін анық ашты. Палатаға кірген Әйгерімді көргенде бұрынғыдай бүйіріп емес, мейіріммен қарап жымиды. Келін оның жастығын түзеп, суын беріп жатқанда, әже дірілдеген қолмен оның алақанынан ұстады. «Қызым, сен менің өмірімді сақтап қалдың. Осы уақытқа дейін саған аналық жылуымды көрсете алмадым. Өзімнің қаталдығымды тәрбие деп ойлаппын. Сен үндемей бәріне төздің. Енді түсіндім, сабырдың өзі үлкен қасиет екен» деді көзіне жас алып. Әйгерім ештеңе демеді, тек «бәрі артта қалды апа» деп маңдайынан сипады. Осы сәтті сырттан бақылап тұрған медбике де тоқып кетті. Бұрын ауылдан келген талай отбасыны көргенімен, мұндай шынайы кешірім мен жүректен шыққан алғысты сирек көретінін айтты. Сол күні Зейнеп әженің көңілі көтеріліп, дәрігерлер де жағдайының жақсарып жатқанын жеткізді. Палата ішін үнсіз қуаныш кернеп, әркімнің жүрегіне үміт ұялады. Әйгерім сол сәтте Аллаға шүкіршілік айтып, енесінің амандығын тіледі. Бір апта өткен соң Зейнеп әженің жағдайы біршама түзелді. Дәрігерлер оған асықпай жүруді, қатты толқымауды және уақытында дәрісін ішуді ескертті. Нұрлан іссапардан оралған күні анасының жанынан шықпай отырды. Ол келіннің қандай қиындық көргенін көршілерден де, дәрігерлерден де естігенде көзіне еріксіз жас алды. «Әйгерім, мен саған ризамын. Сен анамды ғана емес, біздің шаңырағымызды сақтап қалдың» деді. Әйгерім бұл сөзге қысылып, «Мен тек өз міндетімді орындадым» деп жауап берді. Сол күні кешке ауылдың үлкендері ауруханаға арнайы келіп, Зейнеп әженің халін сұрады. Әже бәрінің көзінше: «Менің өмірімді дәрігерлермен бірге осы келін сақтап қалды. Мен оны бұрын келін десем, бүгіннен бастап туған қызым деп білемін» деді. Бұл сөзді естіген жұрттың бәрі үнсіз бас изеп, Әйгерімге ризашылықпен қарады. Көпшіліктің жанары жасқа толып, палатада ерекше мейірім сезілді. Сол сөз ауылға тез тарады. 2 аптадан кейін Зейнеп әже ауылға оралды. Үйдің табалдырығын аттағанда, көршілер армайы келіп ақ тілектерін айтып жатты. Бұрын әркім әртүрлі әңгіме айтатын адамдар енді Әйгерімге басқаша көзқараспен қарай бастады. Әже үйге кірген соң, төрге емес, алдымен келіннің жанына келіп отырды. «Қызым, шайды бүгін мен құямын» дегенде Әйгерім таңырқап қалды. Бұрын мұндай сөзді ешқашан естімеген еді. Шайды өзі ұсынып отырған енесін көргенде, оның жүрегі елжіреп кетті. Кешке қарай Зейнеп әже сандықтың түбінде сақтап жүрген күміс білезірін алып шықты. «Мынау марқұм енемнен қалған көз еді. Осы күнге дейін ешкімге бермедім. Енді бұл саған лайық» деді. Әйгерім көз жасын тыя алмай әжені құшақтап алды. Сол сәтте екеуінің арасындағы бұрынғы реніштің бәрі еріп кеткендей болды. Үй ішіне бұрын соңды болмаған тыныштық пен жылылық орнап, Нұрлан олардың татуласқанына шексіз қуанды. Балалар да шаттанып күлді. Арада бірнеше күн өткен соң, ауыл мешітінде үлкен ас берілді. Сол жиынға келген ақсақалдар мен әжелер Зейнеп әженің амандығына қуанып, ақ баталарын жаудырды. Ас соңында ауылдың ең сыйлы қариясы Қалибек ата орнынан тұрып сөз алды. «Қазақта жақсы келін, бүтін бір әулеттің берекесі» деген сөз бар. Біз соның шынайы мысалын өз ауылымызда көрдік. Әйгерім ешкімге жар салмай, адамдық парызын атқарды. Осындай келіндерді бағалай білейік деді. Жұрт қолдап, ризашылықпен ду қол шапалақтады. Әйгерім ұялғаннан басын төмен түсіріп отырды. Зейнеп әже оның иығына қолын қойып, «Мен осы қызыммен мақтанамын» деді. Бұрынғыдай қатал үн емес, жүректен шыққан мейірім сезілді. Сол күннен бастап ауыл адамдары келін туралы жақсы сөзді жиі айтатын болды. Әр үйде бұл оқиға өнеге ретінде айтылып, үлкендер жастарға сабыр мен сыйластықтың қадірін түсіндіретін. Балалар да осы әңгімені қызыға тыңдап өсті. Күздің алғашқы салқын күні еді. Таңертең Әйгерім аула сыпырып жүргенде, Зейнеп әже жайлап сыртқа шықты.
Бұрынғыдай асықпай, таяғына сүйеніп келіп, келінінің жанына тоқтады. Қызым, кеше түнде көп ойландым. Мен өмір бойы өзімді дұрыс адаммын деп келдім. Бірақ жүрегімді қатайтып алыппын. Сенің жақсылығың мені өзгертті. Егер сол түні сен қорқып әрекет етпегенде, бүгін мына күнді көрмес едім, деді. Айгерім үндемей тыңдап тұрды. Әже оның екі қолын ұстап тұрып, бүгіннен бастап, бұл үйдің ғана емес, менің де иесі сенсің. Мен сені өз қызымнан кем көрмеймін, деді. Осы сөзді естіген сәтте, аулаға кіріп келе жатқан көршілер де куә болды. Олар бір-біріне қарап күлімсіреп, міне, адамдықтың жеңісі осы екен, деді. Бірақ көп ұзамай, бұл отбасының бірлігін тағы бір ауыр сынақ күтіп ешкім білген жоқ. Қыс ерте түсті. Қызылдала ауылының айналасын ақ қар басып, боран күн сайын күшейе берді. Зейнеп әже бұрынғыдай үй шаруасына араласа алмайтындықтан бар жұмысты Айгерім атқаратын. Таңнан кешке дейін малдың жемін беріп, үйдің отын көмірін әзірлеп, балаларды мектепке шығарып салатын. Сонда да оның жүзінен шашадын деген сөз естілмейтін. Бір күні ауылдың шетінде жалғыз тұратын 90-ға келген Күләш әжейдің үйінен түтін шықпай қалғанын көрген Айгерім алаңдап қалды. Ол дереу ыстық тамақ дайындап, көршісіне барды. Үйге кірсе, әжейдің қызуы көтеріліп әлсіреп жатыр екен. Айгерім дәрісін беріп, үйін жинастырып, пешіне от жақты. Мұны сырттай көрген ауыл әйелдері, өз енесіне ғана емес, бүкіл ауылдың үлкеніне жанашыр екен деп сүйсінді. Бұл сөздер көп ұзамай Зейнеп әженің құлағына жетті. Ол іштей келінінің тәрбиесіне тағы бір мәрте риза болып, үнсіз тәубесіне келді. Жүрегі бұрынғыдан бетер жылып сала берді. Келесі күні түске таман ауыл әкімдігіне ауданнан арнайы қонақтар келді. Олар ауылдағы белсенді әрі көпке үлгі болып жүрген отбасылар туралы мәлімет жинап жүрген екен. Әкім ауыл тұрғындарымен сөйлесіп, кімнің еңбегі ерекше екенін сұрағанда, бірнеше адам бірден Айгерімнің есімін атады. Бірі оның енесін ажалдан аман алып қалғанын айтты. Енді бірі жалғызілікті қарияларға көмектесетінін жеткізді. Қонақтар бұл әңгімені қызыға тыңдап, Айгерімнің үйіне соғуға шешім қабылдады. Олар келгенде Айгерім аулада отын жарып жүрген еді. Қонақтарды көргенде жұмысын тоқтатып, жылы жүзбен қарсы алды. Зейнеп әже олардың сұрақтарына жауап беріп отырып, менің келінімнің жақсылығын айтып тауысу мүмкін емес. Ол маған тек күтім емес, өмірге деген сенімді қайта сыйлады, деді. Мұны естігендердің бәрі толқып қалды. Әсіресе жастар үшін бұл сөз үлкен өнеге болды. Көпшілік үнсіз бас изеп, жүректеріне жақсы ой тиді. Сол кездесу ұзаққа созылып, бәріне әсер қалдырды. Бірнеше күннен кейін ауыл мектебінде отбасы тәрбиенің алтын бесігі атты кездесу ұйымдастырылды. Ұстаздар Зейнеп әже мен Айгерімді арнайы қонақ ретінде шақырды. Алғашында Айгерім барғысы келмеді. Ол жасаған жақсылығым мақтан етуге қарсы болатын. Бірақ енесі, қызым, сенің әңгімең жастарға сабақ болады, деп көндірді. Мектептің мәжіліс залына оқушылар, ата-аналар және ауыл ақсақалдары жиналды. Айгерім мінберге шығып, ешқандай ерлік жасамағанын, тек үлкенді құрметтеуді ата-анасынан үйренгенін айтты. Ене де біреудің анасы. Анаға жасалған жақсылық ешқашан зая кетпейді деген сөзі залдағы жұрттың жүрегіне жетті. Зейнеп әже көз жасын сүртіп отырды. Кездесу соңында оқушылар келіп, екеуіне гүл шоқтарын сыйлады. Сол күні ауыл жастары үлкендерді сыйлау туралы ұзақ әңгімелесті. Көп ата-ана балаларын ертіп келіп, осы кездесудің тәрбиелік мәні зор болғанын айтып, ризашылықтарын білдірді. Жиналған жұрт алғыстарын жаудырды. Күндердің күнінде Нұрлан жұмыстан кеш қайтып келе жатып, жол апатына ұшырай жаздады. Қалың тұманның салдарынан көлігі тайып кетіп, әрең тоқтады. Үйге келген соң болған жағдайды айтып бергенде, Зейнеп әже шүкіршілік айтып сәждеге отырды. Сол түні ол ұзақ ойланып шықты. Таңертең сандықтың түбінен ескі дәптер алып шықты. Бұл дәптерде ата-бабадан қалған әулет шежіресі мен өмір бойы жинаған өсиеттер жазылған екен. Әже оны Айгерімнің қолына ұстатып, мұны туған қызыма емес, саған аманаттаймын. Өйткені сен осы әулеттің шырағын сөндірмей келе жатқан адамсың, деді.
Айгерім мұндай сенімді күтпеген еді. Ол дәптерді қос қолымен алып, көзінен жас шықты. Бұл қарапайым сыйлық емес, үлкен аманат екенін жақсы түсінді. Сол сәттен бастап, ол әулеттің тарихын сақтап, кейінгі ұрпаққа жеткізуді өз міндеті санады. Зейнеп әженің жүрегі тынышталып, болашаққа сенімі бұрынғыдан да күшейе түсті. Үй іші ерекше мейірімге бөленді. Көктем келгенде Қызылдала ауылы бұрынғыдан да жайнап кетті. Ағаштар бүршік жарып, өзен бойы жасыл түске енді. Сол күндері ауыл тұрғындары сенбіліп ұйымдастырып, көшелерді тазалауға шықты. Зейнеп әже де сыртқа шығып, орындыққа отырып, жастардың еңбегін тамашалап отырды. Бір кезде ауыл әкімі көпшіліктің алдында сөздер сөйлеп, биылғы ауыл мерекесінде ерекше жанға алғыс білдіреміз деді. Жұрт кім екенін болжай алмай тұрғанда, әкім Айгерімді ортаға шақырды. Адамгершіліктің үлгісін көрсеткеніңіз үшін ауыл халқы атынан алғысымызды қабыл алыңыз деп, оған алғыс хат табыстады. Жұрт ұзақ қол соқты. Бірақ Айгерімнің назары қағазда емес, енесінде болды. Зейнеп әже орнынан тұрып, келінін құшақтап, «Бүгін менің ең бақытты күнім. Сен менің келінім ғана емес, жүрегімнің қызысың» деді. Осы сәтте көпшілік көздеріне жас алып, олардың шынайы мейіріміне сүйсіне қарады. Бірақ тағдыр бұл отбасыны тағы да күтпеген сынақпен қарсы алмақ еді. Көктемнің соңғы айы еді. Ауыл біртіндеп жаздың қамына кіріскен. Бір күні кешке Зейнеп әже өзін қайтадан жайсыз сезінді. Бұл жолы сырқаты емес, қан қысымы күрт көтеріліп, басы айналып кетті. Айгерім оны бірден отырғызып, дәрісін уақытында берді. Дәрігердің бұрын айтқан кеңестерін ұмытпаған келін әжені сабырға шақырып, қасында үнсіз отырды. Біраз уақыттан кейін жағдайы жеңілдегендей болды. Сонда Зейнеп әже терең күрсініп, «Қызым, адамның өмірі көзді ашып жұмғанша өте шығады екен. Мен саған айтпаған алғысым көп» деді. Айгерім оның сөзін бөлмей тыңдады. Көп ұзамай ауылдың имамы халін сұрап келді. Әңгіме арасында ол, «Үлкенге құрмет көрсеткен адамның үйінен береке кетпейді» деді. Бұл сөз Зейнеп әженің көңіліне ерекше әсер етті. Ол келініне сүйсіне қарап, іштей тағы да шүкіршілік айтты. Сол кеште үйдің іші бұрынғыдан да жылы, тыныш, әрі мейірімге толы көрінді. Балалар әжелерінің жанынан шықпай, ертегі тыңдап ұзақ отырды. Бірнеше күннен кейін ауылда үлкен қуаныш болды. Зейнеп әженің туған қарындасы Сәлима апа алыстағы Түркістаннан қонаққа келді. Ол соңғы рет бұл үйге 5 жыл бұрын келген екен. Үйге кірген бетте әпкесінің өңінің өзгергенін байқап, «Сен бұрынғыдан жарқырап кетіпсің» деп таңғалды. Әңгіме үстінде Зейнеп әже соңғы айларда болған оқиғаның бәрін баяндап берді. Айгерімнің өзін қалай ажалдан арашалап қалғанын айтып отырып, көзіне тағы жас алды. Сәлима апа келінге ұзақ қарап отырды да, «Қызым, сенің орның ерекше екен. Осындай мейірімді жанды бағалай білгендерін дұрыс болған» деді. Кешке қонақ қайтар алдында Айгерімнің маңдайынан сүйіп, ақ батасын берді. «Өмірің ұзақ, отбасың берекелі болсын. Жасаған жақсылығың өз алдынан еселеп шықсын» деді. Сол бата бүкіл отбасының жүрегін ерекше толқытты. Зейнеп әже үнсіз отырып, Аллаға сан мәрте тәубесін айтып, көз жасын сүртті. Үй іші ризашылыққа бөленіп тұрды. Жаз басталған соң ауылда Наурыздан кейінгі үлкен қайырымдылық шарасы ұйымдастырылды. Әр отбасы жағдайы төмен жандарға қолынан келген көмегін көрсететін болды. Айгерім бұл іске ерекше ықыласпен кірісті. Ол өз қолымен бауырсақ пісіріп, көрпе жастық дайындап, жалғыз тұратын қарттарға апарды. Зейнеп әже де бұрынғыдай сырттан бақылап отырмай, келініне ақылын айтып, қолынан келгенше көмектесті. Бір үйден шыққан соң Айгерім, «Апа, адамның бақыты өзгеге қуаныш сыйлай алғанында шығар» деді. Зейнеп әже басын изеп, «Мен мұны кеш түсіндім, бірақ сен маған кеш емес екенін дәлелдедің» деп жауап берді. Сол күні олардың жасаған ісін көрген ауыл тұрғындары да қайырымдылыққа белсене араласты. Бір адамның игі ісі бүтін ауылға үлгі болды. Кешке қарай ауыл ақсақалдары осы ұйымшылдық үшін бүкіл жұртқа алғыс айтып, ынтымақ бар жерде береке де бірге жүретінін еске салды. Бұл сөз әр жүректе ұзақ сақтады.
Күзге қарай Нұрлан үйдің ескі шатырын ауыстыруды жоспарлады. Көршілер де көмектесуге келісті. Жұмыс қызып жатқан кезде Зейнеп әже аулада отырған ауыл әйелдерінің әңгімесін естіп қалды. Бірі: осындай келін тапқан адам бақытты екен десе, екіншісі: Айгерімнің сабыры бәрімізге үлгі деді. Әже орнынан баяу тұрып, жиналғандардың қасына келді. Бұрын мен осы қыздың қадірін кеш білдім. Кейде адам ең жақын жанын бағаламай жүреді екен. Сондықтан келіндеріңді де, аналарыңды да құрметтеңдер деді. Бұл сөздерді естіген әйелдер үнсіз қалды. Кейбірінің көзіне жас келді. Сол сәтте Айгерім алыстан бәрін көріп тұрды. Ол ештеңе айтпады, бірақ жүрегінде енесіне деген құрмет бұрынғыдан да арта түсті. Өйткені кешірім сұрай білу де үлкен жүректің белгісі екенін ол жақсы түсінетін. Осы өзгерісті көрген жұрт олардың татулығына шын көңілден қуанды. Әркім өз отбасын ойлап тарқасты. Арада 1 жыл өте шықты. Сол қорқынышты түн енді естелікке айналғанымен ешкім оны ұмытқан жоқ. Ауыл күні мерекесінде сахнаға Қызылдаланың ең сыйлы отбасылары шақырылды. Солардың арасында Нұрланның отбасы да болды. Ауыл әкімі көпшіліктің алдында сөз сөйлеп, бірлік пен адамгершілік жайлы айтқанда, біз осы шаңырақты үлгі етеміз деді. Сахнаға көтерілген Зейнеп әже микрофонды қолына алып, көпшілікке қарап біраз үнсіз тұрды. Сосын: менің өмірімді сақтап қалған адам дәрігер ғана емес, менің келінім Айгерім. Егер сол түні ол батылдық танытпағанда, бүгін араларыңызда отырмас едім. Мен оны өмірімнің соңына дейін қызым деп атаймын деді. Бүкіл алаң ұзақ уақыт қол соқты. Айгерім көз жасын тыя алмады. Бірақ дәл сол күні оларды күтпеген, жүректі елжірететін тағы бір қуанышты хабар күтіп тұрған еді. Мерекеден кейін бірнеше күн өткен соң аудан орталығынан хат келді. Конверттің сыртында әкімдіктің мөрі тұр екен. Нұрлан хатты ашып оқи бастады. Онда Қызылдала ауылындағы өнегелі отбасы туралы аудан басшылығы естіп, оларды мейірімді отбасы атты салтанатты жиынға шақыратыны жазылыпты. Айгерім мұндай құрметті күтпеген еді. Басқа адамдардың еңбегі көбірек шығар, біз жай ғана өз міндетімізді орындадық қой деді ол қысылып. Бірақ Зейнеп әже жымиып: жақсылық ешқашан жасырын қалмайды қызым. Алла әрбір игі істің қайтарымын береді деді. Белгіленген күні олар ауданға бірге барды. Залда әр ауылдан келген адамдар жиналыпты. Көпшілік олардың тарихын естігенде ерекше ықыласпен қарсы алды. Зейнеп әже келінінің қолын қысып отырып: бүгін сенің қуанышымды көріп отырғаныма шүкір деді. Айгерім үнсіз күлімсіреп, жүрегінде ата-анасына берген тәрбиесі үшін алғыс айтты. Сол сәтте олардың өміріндегі жаңа кезең басталатынын ешкім әлі сезбеген еді. Салтанатты жиында әр отбасының өмір жолы туралы қысқаша бейнебаян көрсетілді. Кезек Нұрланның отбасына келгенде зал іші тып-тыныш болып қалды. Экраннан сол жаңбырлы түн, су шайған көпір, ауруханаға жету үшін жасаған күрес туралы баяндалды. Кейін Зейнеп әженің өз аузынан айтылған алғыс сөздері көрсетілді. Бейне аяқталғанда көпшілік орындарынан тұрып ұзақ қол соқты. Аудан әкімі Айгерімге арнайы алғыс хатпен естелік сыйлық табыстап: сіз бір адамның өмірін ғана емес, тұтас отбасының берекесін сақтап қалдыңыз. Мұндай іс бәрімізге үлгі деді. Айгерім тағы да қысылып, бұл менің парызым еді деп қана жауап берді. Зейнеп әже оның иығынан құшақтап, көз жасын жасыра алмады. Сол күні олар туған ауылына ерекше қуанышпен қайтты. Жол бойы көліктің ішінде ешкім артық сөз айтпады. Өйткені бәрінің жүрегі алғыс пен шүкіршілікке толып тұрған еді. Бұл қуаныш ұзақ уақыт ұмытылмады. Күздің бір шуақты күні Зейнеп әже ауладағы алма ағашының түбінде немерелермен бірге отырды. Балалар әжелерінен бұрынғы заман туралы әңгіме сұрады. Сонда Зейнеп әже баяу ғана сөз бастады. Балаларым, адам байлықпен емес, жасаған жақсылығымен қадірлі болады. Мен мұны өмірімнің соңында түсіндім деді. Кейін немерелеріне Айгерімнің өзін қалай құтқарып қалғанын тағы бір рет баяндап берді. Балалар қызыға тыңдап, соңында: біз де анамыз сияқты мейірімді боламыз деді. Бұл сөзді естіген Айгерімнің көзіне жас келді. Зейнеп әже келініне қарап күлімсіреп:
Міне, сенің ең үлкен еңбегің осы. Балалардың жүрегіне мейірім ектін, деді. Сол күні кешке бүкіл отбасы бір дастархан басында отырып шай ішті. Әңгіме мен күлкі үй ішін ерекше жылылыққа бөледі. Әр адамның жүрегінде отбасының қадірі бұрынғыдан да арта түсті. Осы кеш бәрінің есінде ұзақ сақталатын болды. Әрқайсысы іштей шүкіршілік айтты. Қыс түсер алдында ауыл мешітінде үлкен Құран бағыштау рәсімі өтті. Жұрт тарай бастағанда имам Зейнеп әже мен Айгерімді тоқтатты. Сіздердің татулықтарыңыз талай адамға үлгі болды. Кейінгі жастар отбасының бақыты байлықта емес, өзара сыйластықта екенін түсінсе екен, деді. Зейнеп әже басын изеп: мен кезінде осы ақиқатты кешіктім, бірақ Алла маған қателігімді түзетуге мүмкіндік берді, деп жауап берді. Үйге қайтар жолда ол келініне қарап: қызым, егер бір күні мен бұл дүниеден өтсем, мені туған қызымдай жоқтайтыныңа сенемін. Себебі сен маған соңғы жылдарымды бақытпен өткізуді сыйладың, деді. Айгерім оның қолынан ұстап: апа, ондай сөз айтпаңыз. Біз әлі талай жыл бірге боламыз, деп күлімсіреді. Екеуі үнсіз келе жатты. Бірақ екеуінің де жүрегінде бір-біріне деген шексіз құрмет пен сүйіспеншілік орнығып қалған еді. Бұл сезім енді ешқашан өзгермейтіндей көрінді. Олар Аллаға шүкір айтып үйге оралды. Арада бірнеше жыл өтті. Қызылдала ауылы бұрынғыдай мамыражай тіршілігін жалғастырып жатты. Зейнеп әже 80-нен асса да, немерелерінің шат күлкісін тыңдап, әр күнге шүкіршілік айтып өмір сүрді. Ауылға жаңадан келін түскен сайын, үлкендер жастарға бір әңгімені міндетті түрде айтып отыратын. Ол енесін ажалдан арашалап қалған Айгерім туралы оқиға еді. Келін мен ененің арасы сыйластыққа құрылса, ол шаңырақтан береке кетпейді, деп ақсақалдар бата беретін. Зейнеп әже әр жолы осы сөзді естігенде көзіне жас алып, келінінің қолынан ұстайтын. Мен Алладан қыз сұрамаппын, бірақ қыздан артық келін беріпті, дейтін ризашылықпен. Айгерім болса бұрынғыдай қарапайым қалпынан айнымады. Ол жасаған жақсылығын ешқашан ерлік санамады. Өйткені оның жүрегінде бір ғана сенім болатын. Үлкенге құрмет көрсеткен адам ешқашан ұтылмайды. Сол себепті олардың отбасы ауылдағы ең тату, ең берекелі шаңырақтардың біріне айналды. Бұл оқиға ұрпақтан ұрпаққа өнеге болып, ел жадында ұзақ сақталды.